Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Мен осы видеомда Қазақстанның шоу маска программасына арналып жасалынған осындай мысықтың маскасын жасап көрсетемін. Менің каналыма жазылып, өздеріңіздің пікірлеріңізді қалдырып, лайктарыңызды басып отыруларыңызды сұраймын. Мен біріншіден бастаймын. Алдыңғы видеоларымда бастың түбірін, негізгісін қалай жасау керек екенін көрсеткенмін. Сондықтан осы видеода міне мұрнын қалай жасауды, көзінің айналасын, қабағын жасауды көрсетемін. Ұртын, жаңағы мысықтың, аюдың, например, әр жануардікі өзі ерекше болады. Соған байланысты қабақтарын, ауыздарын жасап келтіріп отырамыз. Міне жерде көрсетіп отырғандай, мұрнын келтіріп жатырмын. Сіздер осыған қарап істеп отырсаңыздар, тура болып шығады. Кішкене қабақ шығаруымыз керек. Осы жерін бүйтіп кесіп алып тастаймыз. Бізде өстіп қабақ шығады. Мына жерде міне ұрты жоқ болып қалды да. Ұрты жоқ, бүйтіп қырынан қарағанда такой бір нәрсе жетіспей тұр. Сосын мен алып мынандай бетін жасадым, бетін жасап, міне мынаны жасаған кезде мына шетін бүйтіп кесіп тастаймыз. Міне мынау прямо тұр ғой, ол прямо болмайды, бүйтіп кесіп алып тастайсыздар. Ана жабыстырған кезде мынау әдемі болып жабысады да, білінбейді. Осыны ұмытпаңыздар. Міне мынау жасаған кезде міне былай болады. Примерно ұзындығы 40 сантиметр да. Міне 40 сантиметр. Ол даже может кесіледі, даже 35, 32 сондай. Соның астынан мынау керек жоқ. Мына жер жабық тұрады. Астынан и қырынан. Міне астынан 6 сантиметр. Мына жақтан тоже 6 сантиметр. Бүйтіп алып тастайсыздар. Мына ұзындығы 10 сантиметр екен. Асты менші. Көрдіңіз? Асты міне 9 сантиметр. Сөйтіп 6 сантиметрден мына 10 сантиметрге бүйтіп әкеп центрінен. Соны біз кесіп аласыздар. И одан кейін мына жерде арасы 7,5 сантиметр екен. 7,5 сантиметр. Мынау жаңағы 9 сантиметр, мына жағы 6. Тоже өстіп кесіп аласыздар да. Талонмен міне мынандай болып шығады. Міне мынандай болып шығады. Мына жерде бұлтиып шықты да, бүйтіп қарағанда беті болып. Енді соны былай кесіп тастадық. Көрдіңіз, жалпақ. Мына жерде беті жетіспей тұр да, мына беті. А то асты бүйтіп кетіп қалды. Мына жері прямо жоқ. Беті қайда деп, сол бетін тауып алып, міне қайтадан жасап жатыр. Енді осыны мына жерден кішкене оямыз. Одан кейін барып, мына біздің мұртымыздың үстіндегі мұрны пайда болады. Осы кезде жақсы болады, міне ұқсайды. Бүйтіп қараған кезде. Жаңа бетімізді жабыстырдық. Мына басындағы мына ұзын алып тастадық. Мына выкройкадан алып тастаймыз. Мынаны бүйтіп алып тастаймыз. Так, мына жерде аузымыз бар. Сол аузын кесеміз қазір. Так. Енді осыған мынаны бүйтіп закрепить етеміз. Енді міне точно ұқсай бастады, временно ұстатып қойғанбыз. Мынаны кішкене алып салуға болды. Бүйтіп. Шетін сәл алып тастайық. 1 сантиметр. Кішкентай ғана болды. Былайынан кесеміз, былай емес. Плоскийда жату керек қой. Мына. Бүйтіп жату керек. Сол үшін. Қалың сияқты болып тұр да.
Мгм. Енді мынаны жабыстырамыз. Бұл да бір ізденіс. Әшейін жай жасай салмайсыз. Қанша ізденіп осыны таптық. Осылай жасау керек. Так. Мына жерден мынау. Аузы да әлі өзгереді. Пока, чтобы общий көріну үшін осылай жасап қоямыз. Өздеріңіз көргендей, міне енді ұқсады. Так, енді матасымен қаптау қалды. Бірінші бәрін дайындап аламыз. Одан кейін барып екі бір-біріне жабыстырамыз. Мына несін бір-біріне жабыстырып, сонда ол оңайырақ болады. Если мына каркас қатты четко тұрсын десеңіз, мен мына жерден проволока жіберемін. Проволока сонда бүйтіп ұстап тұрады. Ешқайда кетпейді. Мына бетім мен үштікпен жасадым. Өйткені бетінің бетіне тағы жабыса берді. Сол үшін үштікпен жасадым. Зато міне біреу, екеу, үш слой болып тұр да, қатты болып. А если қаттыдан жасасаңыздар, одан кейін бетіне жасаған кезде ол жақсы майыспайды, жақсы бүйтіп икемге келмей қалады да. Мына үштікпен жасасаңыз әдемі күшті келеді. Міне жерге проволока. Мына общий диаметрін аламыз. Мына ұзындықты алыңыздар. Сосын артқы. Жаңа артын жасап қойдым ғой. Артын тоже диаметрін ұзындығын аласыздар да, сондай қылып шеңбер жасап, соны мына ішіне оны проволоканың сыртын орап, мынаны тігіп тастайсыздар әр жерден. Сол кезде ол жақсы ұстап тұрады. Каркас. Міне бүгінше осы мен бітіргенім. Бірінші мұрынның көзінің айналасын бірінші үстіп аламыз. Одан кейін барып шашақтар. Еще мұрны бар екен. Көзді эпоксидный смоламен құйып қойдым. Мынандай эпоксидный смола алдым. Біреусі отвердить. Табанымызды тігіп қойдық енді. Тоненький. 1,5-2 сантиметрлік поролонды екі жағынан қоямыз. Оны мына астарына тігіп тастаймыз. Астарына одан мына жерге резинка қоямыз. Мына жерін екі бөлек тіктім. Бөлек. А мына жерден міне қол шығып тұрады. А мына жағын бәрін біріктіріп тіге салдым. Мына жерде ұстайтын қойып қойдым. Өйткені ұстамаса, анау ыңғайсыз болады да. Мен аударған кезде мынандай болып шығады. Мына астарымен бірге келіп, мына жерінен ұстап, бүйтіп жасай береді. А мына жерден қолы керек кезде мына қолы, там телефон звондаса біреу өстіп жасайды. Қатты білінбейді да. Мына жер. Осылай тұра береді. Өте удобно. Кішкентай жасауға да болады, но өзіңіз білесіздер. Одан кейін мен арасынан мына ішіндегі астары жылжымас үшін мына жерден былай тігіп қойдым.
бүйтіп чтобы жылжып кетпес үшін. Вот сол кезде анау жылжымайды. Бүйткенде міне тұра береді да орнында. А то жылжып мына жаққа түсіп кетуі мүмкін ғой. Поролонын осылай келтірдік. Сосын экран ішіне поролон салдық. Сосын бүйтіп жасаймыз қазір. Мынандай болса 1 мм. Бұл алдым, жақсы жерін алып, мынандай изолентамен жабыстырамыз. Қиғаш былайынан қыламыз. Қойыншы, сонда жақсы көрінеді. Осылай жасауға болады. Мынау міне жаңағы бір келіп бірдей ондай онша жақсы көрмей қалады да. Бір ұзын, бір қысқа, бір ұзын, бір қысқа болса, натуральный сияқты болады. Сөйтіп қойсаңыздар. Міне құрметті көрермендер, менің маскам дайын болды. Мысықтың өздеріңізге ұнап жатса, лайктарыңызды басып, пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Көріскенше күн жақсы болсын, аман есен болайық.